Қайырлы күн достар, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сіздермен муравейник жасайтын боламыз, яғни муравейник тортын жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын ең алдымен менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп алыңыз. Мені жоғалтып алмаңыз. Өте керемет болады және өте қарапайым рецепт, қолжетімді заттармен міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіз. Дәмі де енді сұмдық керемет болады. Уәде беремін. Бұл рецептпен жасап жүргеніме 7-8 жылдай уақыт өтті. Сондықтан өте проверенный деп айтсам болады рецепт. Ал бастайық. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май қажет. Менде пайызы 72,5% майды қолдандым. Бетіне ұн салып, міндетті түрде еліктен өтсін ұндарыңыз. Осылай салып, екеуін жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Мен Kenwood'та жасадым бұны. Сіздер қолмен жасай беріңіздер. Міне осында крошка болғанға дейін екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Енді осының үстіне қантымызды саламыз, және де бір жұмыртқамызды саламыз. Және бір қасық толы қаймақ салатын боламыз. 20% қаймақты пайдаландым. Араластырып, жақсылап қамырлейтін боламыз. Және де шым-шым тұзды да ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, әдемі қамыр шығады. Комбайнда көп мен араластырмадым. Бірденен біріккеннен кейін өшіріп қойдым. Одан кейін барып, қолыммен жақсылап, домалақтап қамыр жасайтын боламын. Себебі көп араластыруға болмайды. Песочный тесто болғандықтан. Осылай қолыммен біріктіремін. Міне осындай қамыр шықты. Қамырды мен 3 бөлікке бөлдім. 2-ге бөлсеңіздер де болады. Мен тез қатсын деп осылай 3 бөлікке бөлдім. Кішкене осылай домалақтап, үккенге ыңғайлы болатындай еттім. Осылай жақсылап, қысып, морозильникке тоңазытқышқа, яғни 1 сағатқа қойып қоямыз. Қатуы тез, үккіштен өтетіндей болған кезде шығарасыздар. Салафанға салып, міндетті түрде салып қоясыздар. Міне менде 1 сағатта уақыт өтті. Осылай үккіштен жақсылап өткізіп, пергамент бумагасын төсеп противенге, осылай жақсылап барлық шетіне жайып шығамыз қамырымызды. Өте жақсы қатқан, өте қатты емес, жұмсақ емес. Міне көріп отырғандарыңыздай барлық шетіне жақсылап үгетін боламыз. Мен 2 противенге 2 рет пісірдім. Сіздер қалауларыңызша бірденен барлығын сепсеңіздер де болады негізінде. Осылай барлығын үгіп болғаннан кейін 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міндетті түрде бірденен салыңыздар пешке. Міне пісті муравейниктарымыз. Осылай шет-шеті қызарады, ол міндетті түрде барлық пештерде деп ойлаймын. Міне екіншісі де пісіп шықты. Осылай екеуін бірге араластырамын. Креміне менде вареная сгущенка және де 80 грамм кәдімгі ақ сгущенканы қолдандым. Осылай ыстық кезінде бірденен жақсылап араластырып алатын боламыз. Варенка еріп, ыстықта өте әдемі жақсы араластырады. Және де жақсы сіңеді. Осылай жақсылап қолыңыздың көмегімен немесе қасықпен осылай араластырып алуға болады. Және де 50 граммдай кәдімгі осындай жаңғақты пайдаландым. Жаңғақты осылай қолыммен майдалап салып жібердім. Қатты үгіп қажет жоқ. Егер де қаласаңыздар, бұл міндетті емес, маған дәмі ұнайтын болғандықтан салдым. Осылай кішкене бөліп, қатты майдаламай. Енді кәдімгі сгущенкамызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен муравейникті жинауға кальцияның көмегіне жүгіндім. Егер де сіздер кез келген форманы пайдалансаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша домалақ етіп, немесе үшбұрышты етіп, қалаған формада жасай берсеңіздер болады. Тек қана тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қатырып қоясыздар. Егер де осылай кальцияға жасайтын болсаңыздар, барлығын осы кальцияға салып, бетінен жақсылап тегістеп, басып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Креммен кішкене қатып формасын ұстап тұру үшін. Міне дәл осылай видеодағыдай жасайсыздар. Міне тоңазытқыштан мен шығардым. Негізінде
жарты күн тұрса да өте керемет болады, өте жақсы қатады. Сондықтан асықпай ақ қойсаңыздар болады. Мен тек видео рецепт үшін ертерек шығаруға тырыстым. Және де әсемдік үшін шоколадты ертіп құйдым. Бұл жерде шоколад пен сливки 33%, 20 мл сливки және де 20 грамм қара шоколад. Осылай әсемдеп жақсылап құйып шықтым. Әсемдік үшін бұл міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Негізі жидектер қойған, маған муравейниктің бетіне қойған ұнамайды. Сондықтан осылай классикалық түрде жасадым. Міне көріп отырғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Кез келген формада кесе берулеріңізге болады. Жақсы қатырып алып 4 бұрыш, 3 бұрыш қалағандарыңызша. Менде дұрыс қатпағандықтан кішкене уатылды шет-шеті. Сондықтан толық қатыруды кеңес етемін. Егер де менің видео рецепттерім ұнаса, міндетті түрде лайк басып қолдап отырыңыздар. Және де мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасында басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.